Бәріне сәлем. Егер сен Қайрат Нұртастан, Ирина Кайратовнадан осы трендке шыққан өлеңдердің бәріне шаршасаң, осы видеоға жақсы келдің. Себебі мен қазір Қазақстандағы андеграунд әншілер туралы айтатын боламын. Біріншіден, андеграунд дегенде екі жарым адам білетін деген ғана емес. Просто ол жалпы қоғамда көп танымал емес. Қайрат Нұртаспен салыстырғанда оны көп адам білмейді. ИК-ға қарағанда аз тыңдалады. Және оның бәрі бекер. Бұл әндер мен өзімнің плейлистымнан өзім күнде тыңдайтын әндер. Енді сол туралы айтатын боламын. Егер саған қазақша рэп ұнайтын болса, және сен Асқа мен Делакорды толығымен тыңдап тастасаң, жаңа бір леп керек болса, міне, Айсуан, Додо Доусон. Осы екі әртісті тыңдап көрсең болады. Екеуінде де жаңа эксперименталдық дауыстар бар. Олар жаңа ән болғанымен өздері бұрыннан бері сол индустрияда жүрген адамдар. Мысалға Айстың мынау Флоуменді өзімдікін бере тере алып кет кері жақындатып деру алыс беріс көре теңдетіп бөле жақындармен битқа тексті өре секілді тоқыма тоқығандай өре бере мынау Додоның өлеңі. Өзіңіз ары сұрасы керек еді танысу, мен жүріп кетті тағы басындағы шатасу, дене шынық тұру қаны керек еді қатысу, менің түсті балы. Және бір қыз, сен оны Ниямен бірге айтқаннан тану мүмкін, Қараша әнінен. Бұл қыз сүйкімді жаралған жан, егер байқаса сен мінеуші қарауын, оны тістеп қарысу бар. Және оның Додомен Neverland. Өзінің синглдары да бар, соларды тыңдап көрсең болады. Әстеріне сәтті болсын, жақсы деңгейдегі және жеткізу, мен қағыды бар бұсты өсіге жаңғыру, бір сайт шығармады бұл. Бәрін өз реті бар, оң қолында мықтылау ұста, көзіндегі жас. Күн кешеге бат, соны қайтадан көрсең түсің ғайып, бұл жер арбайды, не деген лайық, жайып жанын саған тартады бүгін. Енді рэптен сәл рок, альтернатива жанрына қарай ауыссақ, бізде сары. Тамызайы өтті кетті, есігі жабық енді, керек емес бос әлем, тереземді тостым мен. Апта ұсап барады, жатпа қалтаңда үңгір қаптар, таста босқа суды, тамағың өлерде бір күн аштан. Жастар талабы сабақ алып табу керексің ақша, асыраушың бармеді, қимылдашы осы бастан. Демалыс жоқ, менде демалатын деді пенде. Күн жарық. Біз қозымен баяндай, өкінішке орай болмаймыз, тырысақ та қырсық неге олай. Қашық болу жаңбырдай жауады, жер таңдалмай, сенімен әттең теңізім туламайдай. Бүкіл әлемнің назары саған аз, неге жаным сенің жаның сондай аш. Қалқып жүріп өзіңе ор қазасың, құлағаныңда төмен оянарсың. Dirty Control. Жақындаймын саған, танып тұрмын есіңнен. Сәріңді айт, бүгінгі кештің жалғасында байқ, маған ұнайды қозғаласың баяу маған лайық. Енді сен таппайсың байдың түсін, сенбесең өмір деген сондай қызық екен. Бірде бар, бірде жоқ, бірақ маған керегі тек таза нәтиже. Кезең. Күн жетпей қалып, аяқ қолым талып, артынан қуып жатқан шайтандаң жаны бол. Оның бәрі жібермейді сені қасқа.
сеніп қалды жан. Музыкада сезім таппайсың, бәрі кетсірінді құрдымға, өз-өзіңді жақтырмайсың. Маған тұр болды жылама, есің ашпа. Және қазір не қудырып оны білмедім. Түнмен сұр бұлт қаптап барады, жетелейді кімдер мұңа біздерді. Мама есімде абайла дедің, адамға зиян адам екенін үйретіп мынау жалған ғаламда есіме түсті айтқан сөздерің мен Міне осылардың бәрі ерекше, бұрын Қазақстанда болмаған дауыстар. Мен күнде тыңдаймын. Ал егер саған лирика әннің сөз жақын болса, Аршат. Балған мен сүге Қошқар мен түге Арпан мен күге Балған мен сүге Жаным жақындарыңге ұстайын беліңнен, күнді қасына кірмеймін, сипалайын теріңнен. Сенді көрмес себебі сезіп тұрмын жарқын жарықты, қызықсыз өмір қалыпты, сенде жалықтың. Бұған дейін түрлі түсті өмірге алып бұл қаншасын қылдың құп, емең жел жалауын тартып бақ, бір еркектің бәрі бір. Орынхан. Биік шыңда тұруға өзгер, арманыңа қол созып қошақты жая. Қазір болмаса қашан мен айтам, сезімді іште жасыра алмасам. Қазір болмаса қашан мен айтам, сезімді іште жасыра алмасам. Желтоқсан. Бір адамға байланысты, бір адамның жеңісі де. Бұл замани қағиданың мүмкін бекен көнермегі. Қозы көрпе жаман тұрса, баян сұлу өлермеді. Исатайды жеңбесе жау, Махамбетті жеңермеді. Қайран ақын тағдырының соққысына қыз ойлады жылтырақты алтын деп, қалағаны тек аппақ көйлек, аппақ көлік, Қыз ойлады бәрі оңай болады деп, көзбен атам тек деді, бәрін әкең саған асықпа деді, неге ойларың жырақта үйден. Басыйып келіскенде киіп танытқан Менің музыкалық таңдауымның басым көпшілігін Ою проектісі жасады деп айтсам болады. Ою дегеніміз ол қазақстандық әншілерді платформаларға шығару және оларды тарату. Егер саған қазақша музыка қызық болса, жаңа қазақша дауыстар естігің келсе, осы Оюға қара, жазыл, тыңда. Және Ою фесттің запистарын көрсең болады. Үлкен атмосферный фест және саған дайын плейлист. Міне, осы әншілерді тыңдап көрсең де болады. Бұлар қазір өте танымал емес және бекер. Осы әртістердің барлығының потенциалы болашақта Қазақстанды жаруға жетеді. Тек қазіргі тыңдаушы адам оның бәріне дайын емес. Ақырында өзгере келе, олар топ 1-ге шығатын әншілер. Мен білем. Бұл қысқа видео мен өзімнің плейлистіммен бөліскім келді, сол үшін шығып жатыр. Қалайсың? Шүкір Алла.